Саламатсыздар ма, балалар? Балалар, жаңбырдың не екенін біздер білеміз. Жаңбыр табиғаттың қандай түріне жатады? Иә, балалар, жаңбыр жансыз табиғатқа жатады. Балалар, бұл қандай дыбыс? Ненің дыбысы? Тарсылдаған бізге бір қатты дыбыс естіледі. Иә, балалар, бұл табиғаттың бір құбылысы, жаңбырдың дыбысы. Балалар, жаңбырдың қандай түрлерін білесіңдер? Иә, жақсы балалар. Онда мен сіздерге жаңбыр туралы ойларыңды толықтырайын. Ақ жаңбыр қатпарлы бұлттардан жауады, бірнеше сағаттан бірнеше тәулікке дейін. Нөсер жаңбыр будақ-будақ бұлттардан қатты жауып тез аяқталады. Соқыр жауын күн көзі шығып тұрғанда жауатын ұсақ жаңбыр. Балалар, біз оқулықта берілген Жәнібек Карбозиннің ақ жаңбыр мысалымен танысамыз. Балалар, Жәнібек Карбозин 1933 жылы 15 мамырда Алматы облысы Жамбыл ауданы Дегерес ауылында дүниеге келген. Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетін бітірген соң Балдырған пионер журналдарында қызмет атқарған. Балалар, қазір біз сіздермен оқулықта берілген ақ жаңбыр мәтінін мұқият тыңдайық. Ақ жаңбыр бір тамбайды, бір бастаса тәулік бойы тынбайды. Үнсіз тұрып төге береді. Мұны көрген өткінші жаңбыр ақ жаңбырға жалқау жаңбыр деп ат тақты. Бұл не? Деді ол. Болбырап ыбылжисың да тұрасың, ішіңде піспайды екен. Жаусаң астан кестеңін шығару керек қой. Міне, былай, деді де сатырлатып құя жөнелді. Көшедегі арықтарға су толып, лайланып аға бастады. Жүргіншілер ықты паналап жүгірісті. Әлгінде ғана бір қалыпты тып-тыныш тіршіліктің астан кестеңі шыққандай болды. Оған қарап жатқан өткінші жаңбыр жоқ. Өз-өзіне мәз болып, әне, солай дегендей болып, қырқадан асып та кетті. Іле-шала бұлт ыдырап, жарқырап күнде шықты. Жаңбыр суы сай-саламен ағып кетті. Самал есіп, өсімдіктерді тербетті. Шөп біткен бастарын жайқап, шөліміз қанбай қалдау. Өткіншінің мұнысы несі? Ұшып қонып келді де кетті, деп ренжісті. Сонда бір кәрі қорай тұрып, қиналып қайтесіңдер, одан да ақ жаңбырға жайларыңды айтыңдар, деді. Әй, бұл да дұрыс екен-ау, деп шалғындар ақ жаңбырға бұйымтайларын айтты. Ол тыңдап болып, мақұл, деді. Сол-ақ екен, ақ жаңбыр аспай-саспай тәулік бойына жауып еді. Жер үсті еркін сусындап, көк жайқалып, құлпырып сала берді. Балалар, мәтін не туралы болды? Мәтінде сіздерге бұйымтай деген сөз кездесті ме? Иә, балалар, сол сөзге мән берейік. Бұйымтай өтініш деген мағынаны білдіреді. Дәптерлеріңізге жазып алыңдар. Балалар, оқулықта берілген 3-ші тапсырма. Мәтінге сүйеніп, қимыл әрекеттерді сәйкестендір және дауыстап оқы. Балалар, ендеше біздер сәйкестендірейік. Ақ жаңбыр төге береді, тәулік бойы тынбайды. Өткінші жаңбырды сәйкестендірейік. Сатырлап қоя жөнелді, келді де кетті, сай-саламен ағып кетті. Балалар, мен сендерге жұмбақ жасырайын. Көктен түседі, жер ішеді. Көкте туып, жерде өледі. Ол не? Жаңбыр. Дұрыс, балалар, жұмбақтың шешуі жаңбыр екен.
Балалар, табиғат жаңбырдан кейін қандай күйге түседі? Балалар, оқулықта берілген 4-ші тапсырманы орындайық. Сызбадағы етпен мәтіндегі сөздерді пайдаланып, мысал әңгімені талдап айт, кейіпкерлерін сипатта. Мәтіннің авторы, мәтіннің атауы, кейіпкерлері, оларға тән сипат, қорытынды ойы. Оқулықтағы 5-ші тапсырма. Жаңылтпашты жатқа айтуға жаттық. Шалғы саптап, шөп шап, шөп шапсаң көп шап, көп шапсаң шапшаң шап, шапшаң шапсаң шаршап жат. Міне балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.